Сәлем достар, мен қазір рассольный пісірейін деп жатырмын. Алдымен етімізді жуып қазанға салып, қайнатып бетіндегі көбігін алып, үстіне бір кесе перловка салып қайната береміз. Табаға майымызды құйып, жуамызды салып, сарғыштанғанша жуамызды қуырамыз. Осының үстіне тұздалған қиярымызды төртбұрышты қылып турап оны саламыз. Үстіне бір қасық томатымызды салып, жақсылап араластырамыз. Табамыздың бетін жауып қоямыз да, астын доқтырып қоямыз. Үстіне содан кейін барып, тұздалған қиярымыздың бір кесе суын құямыз. Үстіне лавровый листімізді саламыз. Дайын болған етімізді төртбұрышты қылып турап салып, қазанға қайтадан саламыз. Картопымыз барлығы піскеннен кейін тағы да тұзын қарап көреміз. Егер татымсыз болса, тағы да тұз саламыз. Дайын тұрған сорпамыздың үстіне құйып, енді міне біздің рассольныйымыз дайын. Ас болсын, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.